Ел тарихындағы ең маңызды бетбұрыстардың бірі 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Тәуелсіздікке бастар жолда жасалған батыл қадамдар, сол кездегі жастардың ерік-жігері мен рухы бүгінгі ұрпақ үшін үлкен өнеге. Сондықтан біз бүгінгі әңгімемізде сол тарихи сәттердің шындығына тоқталмақпыз. Ендеше 1986 жылғы оқиғаның куәгерімен сол күндердің ауыр да қасиетті жүгін көтерген желтоқсаншы Қауылжыр ауылдық округінің тұрғыны Сегізбай Гүлжахан Қуанбайқызымен сұхбаттасатын боламыз. Гүлжахан Қуанбайқызы, бүгін бізбен сұхбатқа келіскеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Енді сізге қояр алғашқы сұрағым, алдымен өзіңіз туралы қысқаша отбасыңыз жайында баяндап өтсеңіз. Мен Сегізбай Гүлжахан Қуанбайқызымын. Қазір зейнетке шықтым. Жолдасым бар, Қази Санақбай деген, 3 балам бар, Қадиша деген қызым бар, Ибрахим Ескендір деген ұлдарым бар. Осы Қауылжыр мекенінде тұрып атқан жайым бар. Сол оқиғаға оралайық. Сол заманда, сол кезде, яғни 1986 жылы сіз енді ол кезде білуімше жас қыз шығарсыз. Жұмыс жасадыңыз ба, немесе студент болдыңыз ба? Иә, мен 22 жаста болдым. 85 жылы қазан айында осы завод Кирова әскери. Сол заводта комплектовщица болып жұмысқа орналастым. 5 жыл жұмыс істедім сол заводта. 1986 жылғы алаңдағы ахуалды өз көзіңізбен қалай көрдіңіз? Сол кездегі жастардың көңіл-күйі қандай еді? Жалпы сізді алаңға шығуға не итермеледі? Осы туралы айтып кетсеңіз. Мен 86 жылы желтоқсан көтерілісіне бармастан бұрын қараша айында 17-сіне біздің Киров заводына Колбиннің кожаный курткіді күртешеде келгенін өз көзіммен көрдім. Енді сондай үлкен склад болғасын, сол Колбин келген. Мен 86-ға барған кезде, осы Қонаев атамыздың орнына сол кісі тұрады деген кезде, мен сол кезде түсіндім, сол кезде неге келгенін түсіндім. Біз 16 желтоқсанда кешке жатақханаға келген кезде қыздар әңгіме қылып жатыр екен, сондай Қонаев атамызды алады екен, Колбин деген тұрады екен деген. Содан ешкімге әңгіме қылып айтқан жоқ біз. Ауылдан еріп барған Айнамгүл Төлегенова деген құрбым бар еді, кластасы мәрі. Сол екеуміз ешкімге айтпастан тіке сой жаққа бардық өзіміз. Не болып жатыр? Көрейік, білейік, бізді болайық, бізді қазақпыз ғой деп. Соның несімен барсақ, әңгіменің несі төркінін бәрін түсініп алып, сол таң атқанға дейін сояқта болып, сөйтіп қайттық. Келіп, киімімізді ауыстырып, жұмысқа барамыз деп автобусқа міндік, бірақ бір-бірімізге көзімізбен ымдасып, қасымызда тағы 5 қыз, 7 қыз болып, автобустан түсіп, жаяулатып, сояқ жаққа бет бұрдық. Алаңға бардық. Жұмысқа барған жоқпын. Содан 17-сі, 18-і 2 күн қатысты. Енді қорқынышты, енді сұмдық болды десе болады. Мен сол кезде барған кезде менде 2 түрлі не болды. Бір жағынан қуанып тұрдым, ауызбіршілікпенен, сондай ұйымшылдықпенен, елге, жерге деген, тілге деген құрметін көріп ауызбіршілікпен барғаны. Ал енді жылайтыным, енді аяушылық болмағаны, қасымызға еріп барған қыздарды бір-біріміз, балдарымыз бір-бірімізді таба алмай қалғанымыз. Содан кейін танитындарды көрмегеніміз. Содан кейін мен көрмедім десем де болады. Олар тірі ма, бар ма, мен хабарым жоқ. Сіздерге қандай да бір күш қолдану, қысым сол уақытта дәл сол күндері көрсетілді ме? Иә, үлкен бойшаң келген қарулы солдаттар, қолдарында дубинасы бар, бастарында каскасы бар. Сондай солдаттардың соққысы болды. Сол кезде жер тайғақ, аяғымызда етік жүре алмайсың. Әрі жаңағы қобалжыған,
үрей болғаның несінен ана тайып кетіп жерге құлайсың, құлағаныңды пайдаланады да кәдімгідей соққыға не істейді. Сол кезде бір-бірімізге көмектесуменен кім соққының астында жатады, кімнің қолы бос, сол жүгіріп келіп көмектесіп, оны көмектесіп жатқан адамды сыртынан тағы сабап атады. Жаңағы дубинамен ұрып, ол сен қызсың ба, ер баласың ба қарамайды, не кирзі етікпенен белден іштен келіп теуіп, сөйтіп не істейді ғой. Содан кейін тағы бір жаңағы қашып, бір-бірімізге көмектесіп, қашып барып не істейміз, жаңағы жерге қайтадан қайтып келеміз. Одан кейін 17-ші күні өздерің білесіздер, пожарный машинамен су шашты ғой. Ол су шашқанды да көрдік қой. Қазір айтсаң өте қорқынышты. Қазір айтсақ, мысалға, ол бір өтірік нәрсе сияқты біз тек қана теледидардан көрген соң, бізге бір алыстаған бір бейне секілді көрінеді. Қорқынышты. Бізде жағы көтеріліс осы алаңға келіп жатқан, керулер қайтып баратқан сондайларды автобус бен машинаға тиеп алып, мына жарық кезде апарғандарды айдалаға қаланың шетіне апарып түсіріп тастайды да, ал түнде тиеп алғандарды кәдімгі шұқырға апарып көміп тастаған ғой. Бізде танитын балдар болды, солар көрінбей кетті ғой. Біз бір-бірімізден бүйтіп сұраған кезде бір-бірімізге айтатын еді, ой, сұрама деп. Бірақ оның қайда кеткенін білмедік енді. Бұрын енді тәуелсіздік алғанға дейін де, оның берекке дейін де біз ашып әңгімені айта алмадық қой, сөздің шындығы. Оқиғадан кейін сізге қандай да бір қысым көрсетілді ме? Оқиғадан кейінгі сізге деген жақындарыңыздың қарым-қатынасы қандай болды? Мен жұмысқа келдім. Жұмысқа келгеннен кейін жұмысқа не келмегенді жасырудың өзі не болмады. Себебі бетіңнен, үстіңнен көрініп тұр ғой енді қатысқаның. Сол себепті кәдімгідей жиналыс жасап, тергеу алды. Комсомолныйден комсомол билетімді алып алды. Комсомолна карточканы өзіме қайтып берді. Комсомолдан шықтың дегеннен. Мені следователь тексерді. Орыстың следователі ұзын бойлы бір сары жігіттің тексергені білем. Сосын маған сіздер деген сауатсызсыңдар деп бір 2-3 кітапты әкеліп бүйтіп столдың үстіне лақтырып тастады. Мынаны оқы, сауатыңда сауатсызсың деп. Сосын менің жауап берген жауабым есімде. Қайта мен барғаным, қайта сауаттылығым. Мен өзімнің жерімді, елімді, біреудің елі мен жерінде барғатқан жоқпын таласып. Мен өзімнің елімді, жерімді қорғау үшін барғаным, қайта менің сауаттылығым деді. Мен сіздің кітабыңыз маған керек емес дедім. Бізде Киров заводында сырттай политехнический институтқа баруға болады, сырттай. Көбісі оқып жатқандар бар. Соған талаптанып мен де барғым келіп еді. Бірақ оған маған қысым жасады. Баруға тыйым салды. Тұрмысқа шығып 90 жылы неге ауылға қайтып келе жатқанымда 86 неге қатысқан деп бұрын 3-ші разрядпен жұмысқа кіргем ғой, 3-ші разрядпен. Сол разрядымды алып тастады менің 86-ға қатысқан. Мен жұмыстан шығып кетіп баратқанда 86-ға қатысқан адам деп прям жазып берген ғой. 86 жылдың яғни зардабын әлі күнге дейін. Әлі күнге дейін. Сонда енді еңбек кітапшасына дейін жазып беріп тұр ғой енді. Мен соны көрдім. Сұраққа қайта оралайық, жаңағы сіздің жақындарыңыздың реакциясы дедім ғой. Сіздің қасыңызда жаңағы 12 орыс қыз жұмыс жасап дедіңіз. Сол орыс қыздардың бір сізге деген бір қырын көзқарасын байқаған жоқсыз ол кезде? Немесе өз жақындарыңыздың? Жатақханада комнатамызда, бөлмемізде Наташа деген кореянка қыз болды. Бір кореянка қыз үшін 3 қазақ қыз орысша сөйлейтін едік қой. Айту барымыз салып. Сосын кейде ойлайып, ана қыз суббота воскресенье үйіне кетіп қалады, сонда айтамын, әй, жұмыста да орысша, айту барымыз салып, ішке келсек та барымыз салып орысша, бір рақаттанып өзімізше бір қазақша әңгімемізді айтып алайықшы десем, қыздар күледі ғой тырқылдапшы кейде. Сондай қысым болды. Желтоқсан оқиғасын қазір енді қалай еске аласыз? Жылда сағынышпен еске аламын, уайым қорқынышпен еске аламын десем де болады. Қобалжу, жүрекке сондай салмақ салған. Бірақ енді тәуелсіздігімізді алғасын
сол қуанышпенен жүрегімді басамын десем де болады. Бізде қазір Ақтөбе облыс бойынша 120 желтоқсаншымыз бар. Шалқар ауданы бойынша 20 адамбыз. Апай, жаңа әңгіме барысында басында айтып қалдыңыз, сұхбаттан тыс ақталдым дедіңіз. Сол туралы айтып кетсеңіз. Сол менің осы трудовой книжкеде барған, комсомолдан шыққаным бәрін көрсетіп, прокуратураға сондай неменен ақталу куәлігін алдым. Тірі адамның өзі мынандай құжатпенен 35 жыл дегенде шаққақталдым ғой енді анасында. Сонда мен айтам, мынаның барлығын көрсетіп тұрғанда ақтала алмай жүрмін. Ал көрсете алмай жүргендерге, ал көрсететін қағаз жоқтар қайтеді. Оқудан шығып кетті, бірақ оқуға шығып кеткендер енді шығып кетті деп көрсететін қағаздар бермейтін шығар енді. Қазіргі жастарға айтар тілегіңіз, қазіргі жас буын осы желтоқсан оқиғасынан кейінгі қазіргі жас буын нені ұмытпау керек деп ойлайсыз? Қазіргі жастарға айтарым сауатты болуға. Орыс тілін де біле бер, шет тілін де біле бер, бірақ қазақ тілінде, өзіңнің ана тілінде қай жерде қалай сөйлеу керек екен, соны әрбір қазақ баласы білсе екен деймін. Жастарға айтарым, өзінің ана тілінде ұялмай еркін жүру, еркін сөйлеуге, еш жерден қазақ екен, өзінің жерін сүю, тілін сүю керек екен, айтуға қорықпауға. Гүлжахан апай, бүгінгі сұхбатта бөліскен естеліктеріңіз үшін алғыс айтамыз. Сіздің ерліктеріңіз біздің тарихымыздың алтын парағы деп білеміз. Тағы да үлкен алғыс айтамыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға, жан-жағыңызға амандық тілейміз. Апай, осы мереке қарсаңында тәуелсіздік күніне орай осы аудан әкімінің орынбасары Жұманов Сұлтан Ерімбетұлының атынан алғыс хатымыз бар, соны табыстауға рұқсат етіңіз. Алғыс хат: құрметті Сегізбай Гүлжахан Қуанбайқызы, желтоқсан көтерілісі қазақ халқының азаттық рухын оятқан, тәуелсіздікке бастар даңғыл жолдың бастауы болып, тарихта мәңгі қалатын ұлы оқиға. Желтоқсанның қытымыр күнінде ел тағдыры үшін алаңға шыққан жүректегі жалын, ерлік пен қайсарлық ешқашан ұмытылмайды. Сіздің сол күндердегі ерлігіңіз бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның берік іргесінің бір кірпіші. Өр рухыңыз үшін шын жүректен алғыс айтамын. Еліңізге, ұрпаққа жасаған ерлік еңбегіңіз үшін құрмет пен тағзым білдіремін. Сізге денсаулық, амандық, отбасыңызға шаттық тілеймін. Құрметпен Шалқар ауданы әкімінің орынбасары Жұманов Сұлтан Ерімбетұлы. Құтты болсын. Және естелік сыйлығы бар. Қабыл алыңыз. Рахмет.